Баршаңызға сәлем, сіздермен Бану. Бүгін Корей халқының тағамы бигодиді жасайтын боламыз. Мантыдан ерекшелігі қамыры ашытылып жасалады, және де өте тойымды ерекше тағам. Ең алдымен қамырын ашытып аламыз. Ол үшін 800 грамм ұнға 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық ашытқы салып араластырамыз. Үстіне жылы суды құя отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, бір сағатқа дейін ашытып қойып қоямыз. Қамыр ашығанға дейін салмасын жасаймыз. Ол үшін орам жапырақты майдалап, турап, үстіне тұз салып, орам жапырақтарды қолмен осылай қысып шығамыз. Сол кезде тірі орам жапырақтарды осылай жұмсартамыз. Тартылған еттің үстіне орам жапырақ және пияз және де тұз саламыз. Дәмі бойынша қара бұрыш, көк пияз салдым және сұйық май құйып араластырып шығамыз. Қамырымыз жақсы ашыды. Ашыған қамырды алып, бірден сопақша етіп илейтін боламыз. Және де осылай қалың болып тұрған қамырды бірде етіп тураймыз. Бөлген кезде мен салмақ өлшейтінмен 80 граммдай әр қамырды бөліп алдым. Алдымен қамырларымызды дөңгелек етіп илеп аламыз. Одан кейін барып бетін жауып қоямыз, қаязып кеуіп кетпес үшін. Кішкене ұн сеуіп, оқтаумен жайып шығамыз. Барлығы бірдей болғаны дұрыс. Сол кезде бигодиларыңызда бірдей сүйкімді болып шығады. Ішіне салманы салып, видеодағыдай түйіп шықсаңыздар болады. Бұл ең оңай түйу тәсілі. Мантоваркамыздың бетін маймен жағып, әр қайсына 5-6 данадан салып, 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Бигодилар өте дәмді болып шығады. Корей салатымен ұсынсаңыздар өте керемет үйлесімді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Бану.